Жапондар өте ұлтшыл халық қой. Менің бір досым Жапониядан оқып келді. Содан жапондар туралы біраз әңгіме айтқан еді. Ана жақта жаспыз, маспыз, қан қылшылдап тұр дейді. Сөйтіп бұлар бірге оқитын жапон қыздарына қырындамай ма? Алдын ала ана қыздар мыналарға түк қарамайды екен. Сырттан келген шетелдік жігіттерге назар бұру деген жоқ, тастай қатып қалады екен. Ал енді сол қыздар өз жапон жігіттерін көрсе, көздері күлімдеп, езулері жайылып, кәдімгідей болып қалады екен. Жапон қыздары өздерінің ұсқынсыз, мыртық, қортық жігіттерін де бізден артық көреді, деп досым айтады ғой. Не деген биік ұлттық сана сезім десеңізші. Бірге оқыған талай Қытай, кәріс жігіттері де жата қалып, жапон тілін үйреніп, жапон қыздарына қырындап, өліп-өшіп, қолдар жетпей жүретін дейді. Қытай, Сытай дегендерді жапон қыздары бір жерлеріне де қыстырмайтын, дейтін ел көрген досым. Олар қыздар үшін екінші, үшінші сорт. Жапондар өте ұлтшыл халық. Оны өз кітабында Ли Хуан Ю де атап өткен болатын. Жапондар өздерін құдай таңдаған халықпыз деп атайды. Оны түсіну үшін жапон болып туу керек дейді Хуан Ю. Жапон компаниялары шетелге жұмысқа шықса, сондарынан ұлттық ресторандарын, өздеріне ұлттық нақышта қызмет көрсететін нәрселерін сөйлелеп алып жүреді екен, шұбыртып. Ли Хуан Ю бәле шал ғой, бірақ ол жапондардың ұлтшылдығы келешекте олардың дамуына кедергі болады деп тап осы жерде қателескен екен. Жапондар атам заманнан бері ұлтшыл халық. Олар сол заманнан бері көркейіп келеді. Онысынан опық жеген жері болмапты. Мысалы, 17-18 ғасырда европалық христиан діни өкілдері Шығыс Азияны шоқындырамыз деп түре көшіпті. Сонда Филиппин сынды елдер жаппай шоқынып кеткенде, жапондар өздеріне келген миссионерлерді ұстап алып, мойындарына тас байлап, суға батыра беріпті. Әр түрлі дін біздің ұлтымызға сыза түсіреді дептіміз. Бұлардың содан ынтымағы бұзылмаған екен. Негізі, ұлтшыл халықты тез біріктіріп, кез келген басқа түскен тауқыметті жеңіп шығуға өте ыңғайлы. Меніңше, сондай тағы бір ұлтшыл халық немістер. Бұл әсіресе реформаторлар үшін керемет нәрсе. Елдің басын тез қосып көтересің деп отырасың. Жапон мен немісті билеген әміршілер осыны жақсы білген. Жапония және дарынды адамдар елі. Олардың тап осы жерде жүйелерінің қаншалықты оңтайлы құрылғандығын жақсы көруге болады. Олар сонау балабақша мен мектептерден дарындар жеп жүреді. Және сол дарындар түк қазба байлығы жоқ 4 арал Жапонияны үздіктер қатарынан түсірмей отыр.